Қазақстан Халқы Ассамблеясының президент сайлауын өткізу жөніндегі ұсынысын елімізге танымал қоғам қайраткерлері қолдайтындарын білдіруде. Мемлекетіміздің дамуы мен одан әрі өркендеуі жолында көптеген жаңа бағдарламалар мен игілікті жобалардың авторы елбасы екенін халық жақсы біледі. Сондықтан сол бастамалардың табысты жүзеге асып, оның игілігін көру үшін бәріміз бір кісідей президенттің қазіргі жүргізіп отырған саясатын қолдауымыз керек дейді халқымыздың құрметті азаматы Мұрат Әуезов. Енді әрқайсымыз осы мемлекеттің азаматтары. Біз енді тәуелсіздігіміздің болашағын, бұл біздің ең үлкен байлығымыз, армандаған, енді бір ұрпақтар оған сол көптеген күш салып, ұмтылған. Бұндай жағдайда әрине бір тарихи, шынымен тарихи мағынасы бар, және де шешуші ұсыныстардың дүниеге келгені мені қатты қуантады. Біздің Қазақстан халқының ассамблеясы елбасымыздың сайлауын өткізуге жасаған ұсыныстары бұл енді үлкен көрегендіктің көрінісі деуге болады. Сондықтан мен өзім толығымен құптаймын, және де енді Құдайға шүкір әлі де күштері, мүмкіндіктеріміз бар. Енді дәл осы жолы Нұрекеңнің өйткені ол кісі соңғы кездері бірнеше тарихи үлкен ұсыныстары іске аспаса обал болар еді тарихтың алдында, ал енді оны ең дұрыс іске асыратын адам, көсем, ұйымдастырушы Нұрекеңнің өзі. Сондықтан мен осы ұсынысты қолдаймын ассамблеяның, және де барымды салып бұл сайлаудың дұрыс өтуіне үлесімді қосамын деп отырмын.